Ассаламалейкум, армысыздар құрметті көрермендер. Бүгінгі Әулие-Ата діни-танымдық бағдарламасының қонағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің деканы, философия және теология ғылымдарының докторы, профессор Кенжетай Досай Тұрсынбайұлы. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы ұлттық және діни бірегейлікті қалыптастыру арқылы рухани кемелдікке жету тақырыбында сөз өрбітетін боламыз. Досай Тұрсынбайұлы, бағдарламамызға қош келдіңіз. Қош болдық. Досай Тұрсынбайұлы өзіңізге белгілі Қазақстан Республикасы қанша жылдан бері отарлық саясаттың құрбанында болды. Сол кезден бастап біз өзіміздің ұлттық құндылығымыздан, дәстүрлі дүниетанымымыздан айырылып қалдық. Енді қазіргі таңда осы дәстүрлі дүниетанымды айтатын уақыт келгендей. Осы қазақтың дәстүрлі дүниетанымы жайлы айтып өтсеңіз. Өте жақсы. Мына процесс деген бар. Оны үрдіс деп айтады бізде. Сол үрдіс өз ағып жатқан өзен сияқты. Сол өзеннің өзінің жататын бастауы бар, жылғасы бар, сағасы бар, сонымен кетіп бара жатты. Сонда аналогияны айтып жатырмын ғой енді. Бізде сол тоқтап қалдық барлығы. Қалай тоқтады? Кеңестік дәуірде 20-шы жылдан 50-ші жылға дейінгі қазір біз мынау қуғын сүргін туралы зерттеу жүргізіп жатырмыз. Сонда біздің дін құбылысына қатысты құндылықтар, ойлау жүйесі, әдебиеттер, мекемелер, мешіт, басқа. Одан кейін ең бастысы адамдар, тұлғалар, мамандар. Осылардың бәрін кешенді түрде сұрыптады. Қуды, асты. Содан кейін жаңағы сіздің айтып отқан сол дәстүрлі мұсылмандық түсініктеріміздің барлығының жоқтаушылары, яғни өкілдері жоғалып кетті. Енді қалған не қалды? Қалған сол өкілдердің айтқандарынан құлақтан естіген біздің бабаларымыз, аталарымыз солар ғана қалды. Нәтижеде бұны ғылыми тұрғыдан айтқан кезде діни тәжірибенің қағазға ұсталуы десек те болады. Өзі дін деген құбылыс діни танымнан, діни сенімнен, діни тәжірибеден, діни сенімнен тұрады. Діни сенім дегеніміз біздің ол аманту биллахи ва малаикати ва кутуби деген кезде біз мұсылманның, ислам дінінің негізгі ақидасын, сенім негіздерін бәрін тіке айтамыз. Діни сенім барлығымызға ортақ, өзбекке де, арабқа да, қазаққа да ортақ. Ал енді діни таным ше? Діни таным уақыт пен кеңістікті қажет етеді. Мысалы, қазақтың кеңістігі мен уақытында діни танымның өзінің ерекшеліктері бар. Ақида біреу, бірақ діни таным солай бейімделеді. Біздің көшпелі өміріміз, салтымыз соған қарай бейімделе бастайды. Ал діни тәжірибе деген кезде сол Атлах соғысынан бүгінге дейінгі аралықта біздің топырақта, кеңістікте қандай оқиғалар болды жасалған. Медресе болсын, Атлах соғысынан бері қарай болып жатқан Қожа Ахмет Яссауидің сайрамдағы өмірі туған жылы деп қалғанымызаңыз, осының барлығы діни тәжірибеге кіреді. Діни тәжірибеге екінші, біздің кеңістікте кімдер туды? Ғұламалар. Діни танымды айтатын, діни сенімді негіздейтін, қазақ пенен қазақтың тіліне, ойлау жүйесіне, мәдениетіне, әдебиетіне сәйкестендіретін бір көпірлер бар. Оның бәрі адам. Сол адамдардың, сол тұлғалардың кім екендігі, содан кейін олар қанша еңбек қалдырды бізге. Қандай еңбек қалдырды? Қай тілден? Араб тілінен ба, түрки тілінен ба? Солар анықталды. Оның бәрі діни тәжірибе. Енді діни сана дегеніміз ол өлмейді келе жатқан. Ол ұрпақтар жалғастырады. Әке, ата, бала. Бүгін солай, кеше де солай, арғы күн де солай болған. Бұрын. Сонда біздің бабаларымыздың сол жаңағы діни танымды, діни сенімді беріп келе жатқан өкілдерінің арасындағы сабақтастықта біз діни сана деп атаймыз. Сонда бізде жаңа совет үкіметінің кезінде сол діни сананы, діни тәжірибені тоқтатып қойды. Арасын кесіп тастады. Үзіліп қалды.
Енді сондай жаңғырту үшін не істеу керек? Не істеу керек деген мәселе қазір үлкен проблема. Қалай істеу керек? Ол үшін бізде Қазақстан мұсылмандар дін басқармасы құрылды. Әрбір өңірлерде оның филиалдары ашылды. Білім және ғылым министрлігі мемлекетпен діннің қатынасындағы негізгі көпір өлшем бұл зайырлық. Мемлекетпен діннің қатынасын анықтайтын негізгі принцип деп атаймыз. Бірақ бұл принцип құқықтық принцип. Соның шеңберінде біз мына дәстүрлі мұсылмандық түсінігімізді жаңғыртуымыз керек, дамытуымыз керек. Сонда Конституция қарайтын болсаңыз, жаңағы преамбула дейді. Сонда Ханафи мазхабының тарихи рөлін мойындайды деп жазып қалған. Бұның да өзінің негіздемесі болды, қажеттілігі болды. Неге дейтін болсаңыз, жаңағы 30 жылдық тәуелсіздігімізді, егемендік тарихымыздың өзі тәжірибе біз үшін. Сол тәжірибеде ең үлкен қауіп ұлтқа, дәстүрге жасалған қауіп бұл салафизм идеологиясы болды. Оның идеологиясының біріншісі мәзһабтарды мойындамайды. Мәзһабтарды өзі исламда 4 мәзһаб бар. Соның ең кең жайылғаны түркі әлемінде қатысты айтып отырмыз. Имам Азам Абу Ханифаның Ханафи мазхабы. Демек, мазхабтардың мойындамайтын бір мазхаб келді. Оның сөйлемдері, акциялары, идеялары, теориялары өте белсенді болды. Жастарымыз бір діннен сақалға айналып, шолақ балаққа айналып, агрессорға айналып, өзін басқалардан ерекшелейтін, керектісін отбасының өзінен бөлек ұстайтын. Сонда психология қалыптасып қойды. Ол не? Ол діни сана арқылы кіреді. Сіздің діни санаңызға соны енгізді. Солар арқылы жаңағы діни танымды қабылдайды. Жаңағы вахабилік діни таным шаблонын қабылдағаннан кейін, бұрынғы сіздің дәстүрлі түсініктеріңіздің барлығына ол жоғарыдан қарайды. Отчуждение деген осы жаттану. Енді осыған қарсы күрес жүріп қазір. Бізде қоғамдық институттарда, мемлекеттік институттарда, білім беру жүйесінде, ХМДО-да барлығы қарасаңыз экстремизммен, терроризммен күрес, радикализммен күрес деген сияқты тақырыптармен қаншама жобалар, тендерлер жарияланды мысалға. Сырттай қарасаң қайнаған тіршілік. Эффект, содан шығатын нәтиже деген кезде нәтиже бар. Бірақ механизмі кейбір оны біраз бұған тоқталмай қойып, механизм өте нашар деп. Дегенмен біз қазір Құдайға шүкір деп айтайық, бәрін жоққа шығару болмас. Дәстүрлі мұсылмандық түсінігіміз не деген кезде біз соны айтатын, анықтайлатын деңгейге жеттік. Бұрын біз ондай деңгей жоқ болдық. Себебі бізде тәуелсіз егемендігімізден де бұрын, отаршылдықтан да бұрын, отаршылдығымыздың кезінде Шоқан Уәлихановтардың зерттеулері қарайтын болсаңыз, қазақ туралы этнографиялық зерттеулерде қазақта ұлт болмаған, бұлар халық болған. Бұларда мәдениет жоқ, тек халық болғандықтан да бұларда әдет, ғұрып, салт дәстүрмен өмір сүретін. Сосын кеңістік өмір сүру ареалы белгісіз, яғни мемлекеттік шекарасы жоқ. Мемлекетте де жоқ дедіңіз, саяси санасы да жоқ, халық болған. Діндері симбиоз. Я ислам емес, я тәңірлік емес. Әйтеуір солардың қосылысынан шыққан бір дүбәра ертек анықтады. Оның бірінші анықтаған ол Шоқан Уәлиханов анықтады. Себебі Шоқан Уәлихановтың да ол тапсырмасы бар еді. Ресей сол арқылы христиандықты отырғызу. Миссионерліктің негізгі принципі сондай еді. Соны жүзеге асыру еді. Бірақ ол жүзеге аспай қалды. Бірақ қаншама бұл жерде орыстандыру саясаты жүргізілді бізде. Орыстандыру саясаты, русский мир, христиандық қаншама шіркеулер салды бізде мысалға. Сол Орынбордан бастап Алматыға дейінгі аралықтағы бүкіл қалалардың барлығында шіркеу салды. Шіркеу деген ол орыс әлемінің границасы, шекарасы дейміз. Орталығы дейміз. Бұл да параллель жүріп жатыр, көрдіңіз бе? Бізді дәстүрлі мұсылмандығымыздан, діни танымымыздан ажыратудың христиан өркениетіне келгендігі, содан кейін өзіміздің шығыс ислам өркениетіне вахабилік келіп жатыр.
қарасаң қазақ қыспақта қалып барады бір жақтан. Бірақ біз өкінішке қарай тек қана мынау ислам туралы айтамыз да, христиандық істеп жатқан жұмыстар туралы, миссионерлік әрекеттер туралы біз айтпаймыз мысалға. Мысалы Астанаға барсаң пастор Жәнібек дегендер бар. Бірақ біздің бүгінгі мәселе дәстүрлі діни түсінігіміз не екенін білдік. Бір дәстүрлі діни түсінігіміз бұл мұсылмандық. Оның ішінде кеңістікпен уақытта қалыптасқан діни танымымыз, діни тәжірибеміз. Біз діни тәжірибемізді жоққа шығарып, басқа тәжірибеге көше алмаймыз. Яғни сәләфилік, ақида, шия деген сияқты тәжірибелерге бізге жатады. Сол діни тәжірибелерге тарихымыз бар. Тарихымызды жоққа шығаруға бізге сондай ықпал етіп жатыр да олар. Айтады, қазақшасы, сен діндерің бәрі мушриксіңдер, ширк жасап жатсыңдар деп шабуыл жасады алғашқы. Содан кейін бір қазақ ойланып қалды. Қалай болды? Сонда сенің балаң қойнынан шыққан, сенің атаңның, бабаңның жолының барлығына күліппен қараймыз. Бұл психология өте қауіпті. Ол не деген сөз? Ол сенің бабаңның да, әкеңнің де мына топырақта істеген жұмысының лидерлік деген болады. Соның бәрі жоққа шығарады. Оның сөзі де, өзі де барлығы. Бұл деген сөз бар тұрған диалектикалық дилемма туғызатын мәселе. Ұрпақ пен ұрпақтың арасында кәдімгі сабақтастық емес кәдімгі. Былайша айтқан кезде соғыс туғызатын мәселе. Бунт. Міне осындай мәселенің негізінде бізде өте қатты жұмыс істеді ғой. Вахаби сәлем кеше қаңтар дүрбелеңі болды. Соның ішінде соның ізі бар, әрекеті бар деген ол рас. Себебі саясатқа қолдану үшін солай негізі бақпанды бір топ ретінде қаралған. Ұлттық комитет тарапынан да солай оларға көзқарас болды. Диалектикалық. Бұның бәрі мен оны кінәлау үшін айтып жатқан жоқпын. Бұларда мына батыста республикалық жүйеде қоғамды басқарудың диалектикалық методы деген бар. Сонда толқуды қалай туғызу керек қоғамға? Жік жасау керек. Екі жік арасында кәдімгі сұхбат емес ау, кәдімгі қайнаған кіте кетірістер, күрестер, керексіз соғыстар жасатып қою керек. Мемлекет содан кейін қарап отыру керек, соны басқару әдісі. Бұл біреу солай салынады. Сол үшін қолданылған жаңағы. Бірақ нәтижесінде біз жеңдік. Қазақ оянды, мұсылмандығы да, болмысы да, мәдениеті де, ұлттық құндылықтары да жаңғырды. Енді ары қарай сол жолға түсіп, осы дәстүрлі мұсылмандық деген ол сені қорғаны. Ол сенің болмысыңның мәні. Мән деген қазақша айтқанда қазақ мәдениетінің негізі қорғаушысы. Өзі мәдениет деген 18 қабаттан тұрады. Тіл, ойлау, әдет ғұрып, сат, құқық, кәсіп, музыка бәрі айналып ең соңы сана. Сол 18 қабаттың барлығында ислам дінінің таңбасы бар, мәні бар, ізі бар. Тілімізде де, ойлауымызда да. Демек, біздің қазақ болмысының мәні осы біздің мұсылмандық болмысында. Соны біз дәстүрлі мұсылмандық түсінік деп атаймыз. Оны жаңарту үшін немесе қайта жаңарту үшін деп айтайық, дамыту үшін деп айтайық. Бізде механизмдер бар, но жеткіліксіз олар. Мына сіздің бүгінгі істеп отырған сұхбатыңыздың өзі, хабарыңыздың өзі, соның қажеттілігін, жаңартуының керек екендігін негіздеп тұрған бір процесс, үрдіс. Сондықтан бұларға жалғасады деп ойлаймыз. Жақсы. Тосайға енді мынандай қоғамда пікір бар, біздің қоғамда. Қазақта ешқашан идеология болмаған. Сосын кейбір идеологиялық жүгініп жатыр. Мысалға, Сауд Арабиясында негізі салған 18 Мұхаммед Мәжлухаттың идеологиясы бар, Ресейдің өзінің православтарының бір идеологиясы бар, батыста католицизм бар. Осы қазақ даласында осы ислам дінін, дәстүр ислам дінін таратқан қандай идеологтар бар, және де қандай идеологтардың біз іліміне қазірдің сүйенуіміз керек, осы жайында білсеңіз. Мынандай, ол дұрыс пікір емес болды. Егер бір ұлттың, бір мәдениеттің идеологиясы жоқ деген сөз, бағанағындай сөз ғой, оның тарихы жоқ, құндылығы жоқ, мәдениеті жоқ деген сөздің бір анықтамасы. Қазақта идеологияны өте шоғырлы, түсінікті, содан кейін тәжірибеден өткен, ысылған түрі болған, бар болған. Бірақ оның жаңа айтылды ғой, бір отарсыз
марксстану, отарлық, одан кейін кеңестік жүйе, атеизм, ғылыми атеизм кезінде біз одан айырылып қалдық. Сабақтастық үзіліп қалды да, сонымен ары қарай біз бүкіл құндылықтарымыздан ажырап қалдық. Содан болуы мүмкін, жаңа кейбір әңгімелер айтылады. Енді бізде өзің жақсы айттың, діни тұлғалар біздегі біз айтамыз, Абайды ойдың кені, Шәкәрімді ойдың кені, Мәшһүрді ойдың кені, Майлықожаны ойдың кені деп жатырмыз. Шын мәнінде солай, олардың ойлары, ойлау жүйелері, идеялары біз үшін идеологиялық негіздер. Бірақ ол қайдан алды? Деген кезде біздің тарихымызға, өткен тарих, бүгінгі үш тарихты қосуымыз керек қой. Сонда біз осы Қожа Ахмет Яссауидің іліміне тірелеміз. Кемел адамның идеясына тірелеміз. Өзін өзі тану концепциясына тірелеміз. Адамдың ішкі жетілу, даму шаблондары бар, ол жерде идея, принциптері бар. Мысалға, өзін өзін бақылау, мұрақаба дейді мысалға. Сондай мәселенің барлығы бір жүйе ретінде Яссауиде бар. Яссауидің ойлау жүйесі деген докторлық диссертация болған. Сонда қарайтын болсаңыз, мен кіммін деген сұрақтан басталады. Мен кіммін? Мен деген болмысты қалай ашу керек? Мен деген болмысты ашу үшін де кеңістікпен қатынас жасау, метафизикамен қатынас жасау, уақытпен қатынас жасау, қоғаммен қатынас жасау, соның барлығы жүйелі түрде қаралады. Сұрақтар бар ғой, сұрақтардың барлығына жауап берілген. Сол арқылы ол өзінің ілімін қалыптастырған. Концепшн деген сол ілім. Сол ілімнің негізінде бізде медреселер, бізде оқу ордалары, бізде кітапханалар, бізде ұйымдар, бізде топтар, бізде қабаттар пайда болған. Бұл дамыған ол. Содан мысалы Абайдың қара сөздерінен қарап отырып тұрсаңыз, махаббатпен жаратқан адамзатты сендірсей сол Алланы жаннан тәтті деген сияқты. Осы үшеуі болады имани гүл деп тұр да. Имани гүл деген жаңағы Яссауи ілімінің негізі анықтамасы. Барлығы бүкіл бүгінге дейінгі 20-шы ғасырға дейінгі бізден қазақ топырағынан шыққан даналардың барлығының ойының негіздерінің барлығы соған тіреліп жатыр. Сондықтан біз жалаңаш қалған ел емеспіз идеология тұрғысынан. Идеология бізде жеткілікті. Біздің топырағымыздың физикалық тұрғыдан құрамының өзі қандай бай болатын болса, сол топырақтың үстіндегі әруақтар, жерленген сүйектер, тұлғалардың қалдырған мұраларының өзі біздің идеологиялық бостығымыз дейміз бе, соның бәрін кәдімгідей толтырады. Бізде оны аузында шөппен сүртіп, бізде идеология жоқ, анау-мынау десек, ол не деген сөз? Кейбір арам пиғылдардың соның орнын анамен толтырайық, мынамен толтырайық деген уәждері бар, көрдіңіз бе? Бізде жоқ екен дейтін болсам, ол действительно әкеліп импорттайды. Бізде мынау жоқ еді деп қарасаң. Ал бірақ сен өзіңнің тарихындағы өткен тұлғалардың еңбектерінен, мұрасынан ашып, сондай кәдімгі салыстырып, бүгінгі идеологияға сәйкес ұйымдарды, ойларды, көпірлерді, құндылықтарды тауып жататын болса, саған ешкім ондай әңгіме айта алмайды. Біз соны жасай алмай жатырмыз. Мысалы, мәдени мұра бағдарламасын жасап кезінде. Бірақ оның ішіндегі мәтіндерді не білім беру жүйесінде, не мектептерде, ғылымда қолданылмағасы не болады? Жаңағындай әңгімелер көбейді. Көрдіңіз бе? Өзімізді өзіміз қалай тануымыз керек? Жаңа айтылды ғой, вахабилік бір қырынан Матуридидің кім екендігін бізге танытты. Матуридидің еңбектерін танытып жатыр. Олар бір қажеттілік туындатты ана жерде. Біз өзімізге өзіміз үңіле бастадық. Былайша айтқанда археолог сияқты өзіміздің топырағымыздағы көміліп қалған тарихымызды қаза бастадық шын мәнінде. Рухи санамызда да солай болды. Сондықтан бізде идеология жоқ деген адам қателеседі. Идеологиясы жоқ халықта, мәдениетте тұтастық болмайды. Ананы ұйытып отыратын идея не болмайды, принциптер болмайды, теория, концепциялар болмайды. Бізде оның бәрі бар. Біз ұлтпыз, бізде мемлекеттілік болған, саяси сана болған, құндылықтар жүйесі болған, ортақ тіліміз болған, әдет-ғұрып бәрі түгел, құқықтық жүйеміз болған. Осындай болғандардың бәрін неге айтпаймыз? Сөйтеміз де идеология. Идеологиямыз не өзі? Идеология деген ол мысалы әлем, адам және Алла үшеуінің арасының қатынасын да өлшемдер.
өзімізді тануға жасалған тәжірибеміз, идеяларымыз, мысалы мектептеріміз бар ма? Бар. Демек бізде идеология бар деген сөз. Тек қана соны біз бүгінгі тілге, бүгінгі заманауи қажеттіліктерге сәйкестендіріп, өзі форма бөліп беруіміз керек. Кішкентай баладан сол жасөспірімдерге деңгейінде. Ол жүйе жоқ. Мысалы бізде білім беру жүйесінде осы мәселе кемшін тарады. Біздің өткен тарихымыздағы құндылықтарды бүгінгі тілмен, заманмен салыстырып беретін бірде-бір педагогикалық методология көп жоқ. Неге? Баяғы коммунистік идеологиялық, идеология, сол әрі орын босатпай тұр да. Сол орын босатқан кезде аналар бәрі орын алу керек. В общем, табиғат бостықты қабыл етпейді. Хауасы құралған. Бір жерден ауаны сорғыз, сол жерде ауа болмайды деген мағына дейміз. Қалай алсаң, мына жел деген содан, жел деген ауаның ығысы, қозғалысы. Тура сол сияқты, мына бүгінгі біздің қоғамдағы коммунистік идеологияның инерциясын тоқтатып жіберсе, мысалы, демек сенің бұрынғы дәстүрлерінің орнына келе береді. А бізде ондай емес қой. Бәрі сол инерция жалғасып келе жатыр. Демек оның орнын біз әлі толтыра алмай жатырмыз. Тоқтату керек, одан енгізуіміз керек. Оның бәрі күрес. Қазаққа ешкім идеологияның өзі әкеліп бермейді. Өзің жаратасың идеологияны, бар екенін көрсете аласың, өзің дәлелдей аласың, өзіңді зерттеу керек. Міне осындай күрес бізде шын мәнінде бүкіл қабатта болу керек. Мемлекеттік институт қабатында, қоғамдық институт қабаттарында жүру керек. Әлі жаңа Қазақстан деп жатыр ғой, мысалы Тоқаевтың қазіргі бағыты бағдарламасы бойынша. Жаңа Қазақстан деген не деген кезде мәселені осылай көру керек. Кеңестік жүйеден қалған құндылықтық аксиологиялық инерцияларды тоқтату керек. Бір. Екінші, кеңестік жүйеден қалған адамды бағалаудың өлшемдері, принциптерін барлығын қайта қарау керек. Екі. Сосын өзің тану процестері осылай жүру керек. Мына елдің егесі кім, егемен деген саяси қабаты бар, философиялық қабаты бар, әлеуметтік қабаты бар. Соны бере білуіміз керек. Мемлекеттік нұсқада, қоғамдық нұсқада. Сонда бізде идеологияның барлығының бар екендігі бізден бізге таңғалғандар бар ма кезде мен айтайын. Мысалы, Жан-Пол Ру деген француздың зерттеушісі бар. Бүкіл орта азияны зерттеуге бәрін келгенде осы халықтардың ішінде өте жоғары дамыған тілдік тұрғыдан, шешендік тұрғыдан, құқықтық сана тұрғысынан, толеранттылық тұрғысынан, дінаралық қатынастарда толеранттылық тұрғысынан өте төзімді, кез келген жаңалыққа ашық бір ұлтты көрдім депті, олар қазақ деп жазды. Бұл 18-ші ғасыр жазды. Сол кезде таң алды. Француздар әлем бойынша мынау хитабет дейді ғой, мынау шешендік. Олар бірінші ашты парламентте жаңағы диалектикалық сен, мен, екі көзқарастардың қайшылықтары, олардың ортақ платформаға келуі, консенсус деген. Сол бәрін ойлайды, біз таптық деп. Ал ол біздің екі шешеннің арасындағы дау-дамай шешу, анау қамшыны ату, ишарат дейді ғой, сөздер, мысалы, дат деген соған қарап таңғалады. Демек ол біздікі гәп екен деп ойлайды. Сол жазып кеткен. Біздегілер оны оқымайды сөйтіп та, бізде анау жоқ, мынау жоқ. Қазір кейбір бір күні олар әкесінде жоққа санауы мүмкін, шешесінде жоққа санауы мүмкін. Ондай проблема катастрофа. Тосай Тұрсынбайұлы, енді ең өзекті соңғы сұрақты қойғым келіп отыр. Бағана өзіңіз айтып кеттіңіз, мына қазақтың ақын жыраулары, Абайдан бастап, Шәкәрімнен бастап, Алаш қайраткерлеріне дейін негізгі түп тамыры Қожа Ахмет Яссауи бабалар тірелген. Десе де қазіргі таңда осы Қожа Ахмет Яссауи кім дейтін болса, бәрібір соп екен. Бірақ осы қоғамда осы сопылық жайлы айтатын болсақ, былай айтқан кезде шаштары түк тұрып қорқатындар көп. Біз осы сопылықтың ең бірінші былай жаман көрсеткен 2010 жылдағы Испан Мақсумды соттаған деп біз өзіміз санаймыз. Енді шын мәнінде осы сопылық қаншалықты ол қоғамға, мемлекетке қауіпті, әлде қауіпті емес, осыны көрермендерге түсіндіріп өтсеңіз. Былай ғой, біз бәріміз мынау 1939 жылы Түркияда Фуат Көпірзаде деген академик болды. Сол түрк әдебиетінде алғашқы сопылар деген еңбек жазды. Сонда Қожа Ахмет Яссауи мен Юнус Эмре туралы жазды. 300 беттік бір монография.
оны жазуға ықпал еткен Барликтің орталығы Ленинградтағы шығыстанушылық мектеп идеологиясы болды. Олардың көзқарасы жаңағы ресейден тынық мұхитқа дейінгі аймақта құндылықтар жүйесін бұзу керек болды. Мұсылмандардың текстін өзгерту керек болды. Мұсылмандардың ұстап тұрған теңіз деп айтылады, теңіздегі ағаштар бар, қарбайтын талдардың бәрін жоқ қылу керек. Сондай тіректің бірі Қожа Ахмет Яссауи болды. Яссауиді ажырату керек болды. Соған қарсы өзінің жаңағы концептуалдық еңбегін жазып шыққан. Сонда біздің мәдениетіміздің, өркениетіміз негізінде ислам бар. Сол исламдың өкілдері кімдер демекте, ол өз тарихта исламның діни тәжірибесінің тарихында өзі үшке тұрады. Үш қабаттан тұрады. Алғашқы қабаттар олар фикх қабаттары болады. Фикх қабаттарынан кейін келам қабаты келді. Қазір біз Матуриди ақидасында мұсылмандарымыз дейді, олар сол 11-ші ғасырға дейінгі қабат. Ашари Матуриди деп отырамыз. Сол 10-ші ғасырдан 19-ші ғасырға дейінгі аралық қарасаңыз, тасауф қабаты деп аталады. Софылық қабат дейміз. Демек, тек қана біздің даламызда емес, бүкіл ислам әлемінде, мұсылман әлемінде үшінші қабат бұл софылық қабат деп есептеледі. Демек, софылық қабат осы ғасырларда қазақтың даласында исламның келуіне ықпал еткен, мұсылманды біздің тануымызға ықпал еткен, ислам өркениеті елімізге ықпал еткен есік бап деп аталады. Сондықтан да біз жаңа айтып отқан ойшылдарымыздың барлығы осы баптан, осы ойлау жүйесінен, осы тәжірибеден сусындағандықтан да біз солай айтамыз. Енді софылық ешқашан исламға қарсы немесе диалектикалық мәндегі құбылыс емес. Ол исламның ішінен туындаған, исламның ішінен шыққан ойлау жүйесі. Ол исламның дін ретінде бүкіл жер бетіне таралуына ықпал еткен бірден бір күш. Соның өкілдері Қожа Ахмет Яссауи, Сүлеймен Бақырғали, біздің кешегі Асан Қайғы, Қасым Хазиней, оның да еңбектері болған. Асан Қайғыны біз аңызға айналдырып жүрдік, түйеге мінгізіп беріп іздеп жүргенбіз. Абрау Яссауи тарихатының өкілі. Оның екі еңбегі бар. Жауахирул Абрар мен Амажил Бихар деген еңбектері. Ол еңбекте Яссауиге дейінгі, Яссауиден кейінгі қазақ даласындағы діни құбылыстар өкілдері туралы жазып кеткен. Сол үшін Яссауи тарихаты туралы жазған. Оны біз жақында қазақ тіліне аударып жатырмыз. Сондықтан жалпы софылыққа деген сын қалай пайда болды? Сол ғасырдан пайда болғаннан бүгінге дейін жалғасып келе жатыр. Оны Абайды сынаған білесіздер. Абайдың софылыққа сыны бар өзі. Яссауидің өзі софыларды сынайды. Неге? Себебі ол жерде адам мәселесі бар. Адам мәселесі ол өзгермелі, құбылмалы. Бір констант емес ол. Кейбір ойлайды, коммунизм кеңестік идеологияда адамдар осындай стандартқа сақ қойса, Қытайда басқа жақта жүрді. Ол сыртқы форма, адамның ішкі әлемін бағындыру, стандарттау, бір талқыға соқтыру мүмкін емес. Тура сондай ілім, софылық ілім. Ол адам туралы ілімді зерттейді. Қалып бар деген әрдайым құбылмалы бір болмыстың немесе құбылмалы бір табиғаттың көрінісі адам деген. Сондықтан да софылыққа деген сын көп. Бірақ биікке өкіліп тоңды отқа жаққа деген бар. Софылардың ішінде де кемелі бар, софылардың ішінде де жаңа наданы бар деген сияқты бар. Сондай біреуін көріп, осындай бәрінен топырақ шашуға болмайды. Жалпы софылық деген ол ар ілімі, арды түзеудің ілімі. Неге? Себебі оның тақырыбы, бірінші тақырыбы адам. Адамның бірінші мынау нәпсі деген бар. Нәпсі деген ең басты дұшпан адамның. Нәпсі деген бәледір, жанған отқа саладыр дейді. Өйткені нәпсі қалауды, ұмтылуды, соның барлығын туындатады. Оны біз жоққа шығармайды. Себебі көрсем, жесем, ішсем дегеннің барлығы қажеттіліктер оның барлығы. Бірақ осының бәрін белгілі бір өлшемдерге салу керек. Шексіз тойымсыздық, шексіз жаңа болмайды. Неге? Себебі ол өзімшілдікке апарады. Тек қана өзін ойлауға апарады. Ол адам қоғамда өмір сүру керек. Ол сені де ойлау керек, мені де ойлау керек. Сенің құқығыңның қай жерден басталып, қай жерден аяқталатынын ол сезіну керек санасы.
соның барлығы тәрбиені қажет етеді. Меннің қалыптастыруын қажет етеді. Міне сол меннің қалыптастыруының негізгі мектебі осы тариқат, яссауи мектебі болған. Себебі адамның рухы, мәні, мен, содан кейін тәуба мақамы, мысалы, одан кейін хауф режа, қауіп пен үміттің ортасында сен өзіңді сезіну керек адам ретінде. Ананың жақсылығынан үміттеніп, ананың жамандығынан қауіптеніп жүрсіз, құндылықтарды таңдай білу керек. Жақсы мен жаманды ажырату керек. Абайдың проблемасы бар. Қайран елім, қазағым, қалың жұртым, ұстаразсыз аузына түстеп алмадым. Жақсы менен жаманды айырмадым, бір қан бір май болып егде бар. Ең басты өлшем жақсы мен жаманды ажырату керек. Ол үшін жаңағы мәселе осы яссауи алған әлемі. Қалай деген сұрақ қою керек? Жақсы деген немене? Біздің жырауларымыздың барлығында, базар жырауды көр, бұқар жырауды көр, жақсы деген немене, жаман деген немене деген соны түсіндіруге айналысып отыр. Жыраулық мектеп бұл әдебиеттің өкілдері дейтін болса, майлы қожа қарайтын болса, мынау жақсы осылай басталады, мынау жаман осылай басталады деген келеді. Неге? Себебі бізде Құранның өзінде өлшем бар. Жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю. Адамның міндеті солай болу керек. Бірақ ол үшін махия дейді ғой, жақсы деген жаман деген оны білу керек. Сондай мәселе сопылықтың негізгі мәселесі, тәрбие мәселесі. Сондықтан біз айтамыз, біз енді сопылықтың осындай принциптерін, осындай мұратқа қатысты, соның барлығын заманауи білім беру негіздеріне біз сәйкестендіріп, бүгінгі ғылымның талаптарымен түсіндіруге атсалысуымыз керек, соған беттіруіміз керек. Бізде ондай мүмкіндік қазір жоқ қазір. Әйтеуір қара, мысалы, мен әрдайым айтамын, Юнг, мысалы, Карл Густав Юнг деген, қазір бүкіл әлемде психоаналитиканың атасы, яғни бүкіл әлем соны оқиды. Психоаналитика деген сөз рухтың аналитикасы. Жанды талдаудың тәжірибесі, жанды талдаудың концепциясы жасаған. Соң 6 түрлі оның концепциясы бар. Мақам туралы түсіндірмелері бар. Бүгінгі ғылыми түрмен психологияның, психоаналитиканың, парапсихологияның тілдерімен, терминдерімен түсіндіріп кетті. Алдауын ғана. Ал мына Қожа Ахмет Яссауиде ондай рухтың 70 мақамы бар. 6 мақам туралы түсіндірген Юнгты оқимыз, 70 мақам туралы рухқа қатысты түсіндірген Яссауиді біз жоққа шығарамыз. Немесе оны тануға тырыспаймыз. Міне біздің басты аңғалдығымыз деп айтуымыз керек, адасушылығымыз деп айтуымыз керек. Біз өзімізге оралуымыз керек. Біз импорттап, анаяқтан мынаяқтан емес, біз өзімізде не бар, соның жақсылығын тауып алуымыз керек қой. Сонда ненің жақсы, ненің жаман екенін, ненің дұшпан, ненің дос екендігін біз өзіміз ажырататын деңгейге жетеміз. Ал бізге қазір сырттан келген небір инспекторлар бар, ақылгөйлер, сәуегейлер бар, солар жетегінде кетіп бара жатыр. Бұл да өтеді, өтпелі. Ертең ұрпақ ауысқан кезде осының барлық қажеттіліктерін бәрі орнына қойған кезде, біздің тәжірибеміз бар екен, бағана 4 сала айттым ғой, дін деген құбылыстың 4 аяғы бар. Діни сенімі, діни тәжірибесі, діни танымы, діни санасы. Осының барлығы екеуміздің сұхбат етіп отқанымыздың жанды көрсеткіші, дәлелі бұл діни сананың жандылығына байланысты. Діни сана дегеніміз сұрақ қойып жатырмыз екеуміз. Біз қандай діни санада, қандай болмысқа егеміз, ислам дінінің қандай қабаты бізге деген сияқты сұрақтар мазалағандықтан да біз сұхбат жасап жатырмыз. Осы сұхбаттың негізінде біз 3 негізге ұмтыламыз: діни сенімге, діни танымға және діни тәжірибеге. Ал бұның діни тәжірибе деген сөз, бұл уақыт деген сөз. Діни таным дегеніміз жаңағы біздің ақидамыз бағана діни сенімімізге байланысты жүріп өткен. Соның барлығын біз игергенде, таныған кезімізде барлығы жаңғыра түсіп, басқаша ойға, басқаша принциптер қалыптасатын болады, иншалла. Жақсы. Құрметті көрермендер, мына бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.